Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің Экспо 2017 көрмесіне арналған профессорлар, оқытушылар мен қызметкерлерінің арасындағы факультетаралық дәстүрлі денсаулық спартакиадасы басталды. Биылғы жылы спартакиаданы Экспо 2017 көрмесіне арнадық дейді ұйымдастырушылар. Шараның тарму ректоры Махметқали Сарбеков ашып берді. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің профессорлар, оқытушылар, қызметкерлерінің спорттық спартакиадасын өткізу біздің ұжымда бір жақсы дәстүрге айналып келе жатыр. Енді жыл бойы біздің әріптестеріміз дайындалып, осы жарыста асыға күтеді. Енді әр жылы біз спартакиаданы бір үлкен тарихи оқиғаларға арнаймыз. Мысалы, былтырғы жылы біздің спартакиадамыз әр қазақстандыққа тарихи мағынасы, тағдыры, мәні бар біздің еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылына арналса, ал биылғы спартакиадамыз ол да екі үлкен тарихи оқиғаға арналып отыр. Біріншіден жақында Алматы қаласында ашылатын 28-ші бүкіл әлемдік қысқы универсиадаға, сонымен қатар жазда болатын үлкен салтанатты тарихи мереке халықаралық көрменің ашылуына Экспо 2017-ге арналып отыр. Енді жылдан жылға осы спартакиадаға қатысатын командалардың санында, сапасы да жақсарып келе жатыр. Экспо 2017 көрмесін тілге тиек етіп, осыған орай ұйымдастырылған спартакиадаға белсене қатысқан барлық факультет ұжымдары мен университет қызметкерлеріне сәттілік тіледі. Бұл спартакиада жыл сайын өтіп тұрады. Спартакиадада ерлер мен әйелдер арасында баскетбол, волейбол, шағын футбол, стол теннисі, тоғызқұмалақ, шахмат, қол күрес, арқан тарту, кір тасын көтеру сынды спорттың 15 түрінен өтуде. Және бұл жарысқа 8 факультет, әкімшілік, кітапхана бөлімдері мен күзет командалары қатысуда. Тармуде бүгінде күні басқа бөлімдерін қоспағанда 700 оқытушы бар десек, бұл додада 600-ге тарта үміткер бақ сынауда. Ендігі дәстүрлі доданың жеңімпазын анықтайтын күн жалыс емес.